Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медициналық университетінің эпидемиология кафедрасының профессоры Сәкен Әміреев және де санитарлық эпидемиологиялық бақылау комитетінің ресми өкілі Ержан Байтанаев мырза. Қайырлы күн, армысыздар? Саламатсыздар. Сәлеметсіздер. Бәрекелді, енді бірден Сәкен мырза, Сәкен аға, сізге сауал. Біз енді мынау Ресейде пайда болған штамм туралы сөйлесейікші сізбен. Қазір жаңадан Оңтүстік Африкадан келген штамм Ресейде анықталыпты. Өте қауіпті жағдай. Бізге келер қауіп қандай баға бересіз бұл мәселеге? Бұл жаңадан шыққан штамм дегенде ол бұрынғы сол штаммдардың бір өзгерген түрлері. Олардың екі қасиеті бар. Тез таралғыш, сосын кейін өте ауыр түрде инфекцияның ауыр түріне әкеліп соғатынды деп сондай ақпараттар қазір көп. Ол бүгін ғана емес, ол бірнеше күннен бері осы басталған. Ұлыбританиядан шықты, сосын кейін қазір Африкада, Бразилияда, енді Испанияда шығып жатыр. Енді бұл біздің елге де келіп жетті, Ресейде жеткен, біздің елге де жетіп қалуы мүмкін. Сондықтан біз бұған дайын болуымыз керек әр уақытта. Бұл өте қауіпті инфекция. Солай. Қанша уақытта келуі мүмкін? Енді Ресеймен іргелес жатқандықтан бұл мемлекетте бізге жету өте тез, ықтималдылық жоғары ма? Өте жоғары. Өйткені біз енді халықтың арасында біз енді туристер бар, тағы басқа қызметпен де жүреді. Халық енді андамда жүріп жатыр ғой. Оның бәрін бір жола тоқтатты да қиындықта келді. Бірақ мынау жаңадан шыққан осы өте ауыр түрде өтетін жаңа штаммдардың пайда болуы бізді басқа өте қиын жағдайға қалдырып отыр. Біз оған дайын болуымыз керек. Ол адамдардың бәрін жекешелеп, жаңағы карантинге жатқызып, осын кейін сондай мәселелер, жаңа сіздер өздеріңіз айтып отырғандай, сондай мәселені қолға қайтадан көтеруіміз керек. Карантиндік жағдайларды қатаң ұстамасақ болмайды. Жағдай нашарлап кетеді. Енді мынадай мәселе, Сәкен мырза, жаңадан штаммдар көбейіп жатыр дейсіз. Бразилиялық, испаниялық, болмаса басқа. Енді кейбір мәліметтер бойынша қазақстандық және өзіміздің де қазақстандық және ресейлік штаммдарда пайда болуы ықтимал дейді. Бұл мәселе туралы не айта аласыз? Бұл жалпы қандай штаммдар, қандай айырмашылықтары бар? Олардың айырмашылықтары бәрі арғы тегі біреу ақ. Бірақ, мысалы үшін Великобританиядан шыққан осы соңғы қазіргі белгілі төрт мемлекеттен шығып жатқан штаммдардың бәрінің ерекше екі қасиеті бар. Біреуі тез тарағыш, екіншісі сондай ақпараттар бар. Енді сондықтан біз бұрынғыдай карантиндік шараларды өте қатаң соны іске қоспаса, жағдайымыз ашылып кетеді. Болжамдар өте қорқынышты расымен де. Енді жауапты өкілдердің пікірлеріне кезек берсек, Ержан мырза, елімізде жаңа штаммның пайда болуына жол бермеу үшін қандай шаралар қабылдануда? Осы мәселені айтып берсеңіз. Саламатсыздар. Жалпы біздің министрлік тарапынан жаңағы шетелден ұшып келіп жатқан азаматтарды ПЦР тестілеу нәтижесінің арқасында біз мұқият анализдерді қабылдап жатырмыз. Біздің мемлекетімізде бүгінгі күні коронавирустың британдық не болмаса басқа да штаммдары әлі келген жоқ. Бүгінгі күнге дейін министрлік қатаң бақылауға алған. Сонымен қатар бүгінгі күні бізде бұл аурудың ең бір жеңіп шығатын түрі, ол бәріміз сақтықты, талапты сақтау. Ең бастысы біз осы инфекция елімізге келгелі бері бүкіл отандастарымыздан қазіргі уақытта шетелге демалуға баратын уақыт демеске қарамастан біздің азаматтарымыз шетелге ағылып барып, шетелден ауырып келіп жатқан азаматтарымызда көптеп саналып жатыр. Осы тұста біз ылғи айтамыз, сақтық шараларын қолдану керек, сақтық шараларын күшейту керек, жаңағы барлығын реттеу керек, ПЦР тестсіз кіргізбеу керек. Бірақ олай болып жатқан жоқ. Не істейміз? Нақты қандай шаралар қажет? Оларды кері қайтарамыз ба?
басқа бюджеттен де қыруар қаржы бөлініп жатыр ол үшін де. Жаңа жоғарыда көрсетілген әріптестеріміз айтып кетті, Нұр-Сұлтан қаласында, Алматыда бюджеттен ПТР сынамасы келген азаматтарды қажеттімен қамтамасыз ету үшін масқара шығындар бөлініп жатыр. Енді не істеу керек? Дұрыс айтып тұрсыз, бұл бір терең тақырып. Мәселен, мінекей соңғы 3 күннің өзінде елімізге 1154 азаматтарымыз шетелден ПЦР тесттің анықтамасыз келген. Егер атап айтсақ, 1154 азаматымыз ПЦР тестсіз келген Мальдив аралдарынан, Араб әмірліктерінен, демалыстан келген. Енді біз қанша айтып жатырмыз, барған жеріңде ПЦР тестіңді өтіп кел, сол жақтан зерттеліп кел деп. Бірақ біздің азаматтарымыздың жауапсыздығынан мінекей мемлекет қырғын шығынға ұшырап жатыр. Бұл кісілерге біз ПЦР тест жасағанмен қоймай, бұл кісілер 3 тәулікке дейін бізде жаңағы гостиницаларда карантинде жатады, 5 мезгіл тамақ беріледі. Ол әрине сізде дұрыс айтып отырсыз, ол барлығы мемлекеттің қаржы қоржынына үлкен ықпал тигізіп отыр. Енді қанша айтсақ та болмайды. Біз енді конституция бойынша өз азаматтарымызды кері қайтара алмаймыз, өйткені біз зайырлы мемлекетпіз. Сол себепті енді адамдардың жауапсыздығы, бірақ бүгінгі күні спорт және Мәдениет министрлігі мынау туристік шартпен кеткен азаматтарымызға осы ПЦР тестпен келу үшін келу керек деген бір бүгінгі күні жаңағы заңнама жасап жатыр, әзірленіп. Ол толық дайын болған кезде ведомствоаралық комиссияның қарауына ұсынылады. Содан кейін именно мынау жаңағы туристік немен жоспармен кеткен азаматтарымыз ПЦР тестпен қайтып келіп жүреді деген үмітіміз бар әлі де. Жақсы, Сәкен мырза, енді сауал сізге жаңадан пайда болған штамдар туралы. Енді мына Бекшин мырза да, Цой мырза да барлық жауапты ведомство өкілдері айтып жатыр. Сақтық шаралары кейде өзімізде өкінішке қарай күлкіге қалдырып, соларды мазақ етіп жатамыз. Бірақ ешқандай дүние жоқ. Енді бұл жаңа штамның түрлері, жалпы бұның адам денсаулығына қаупі туралы ашып айтып беріңізші. Мынау дәл қазір көгілдір экран арқылы бізді көріп отырған көрермендеріміз осы дерттің, осы індеттің, осы вирустың қауіптілігі туралы білсінші. Мынау жаңадан пайда болып жатқан вакциналар осы жаңадан келіп жатқан штамдарға қарсы тұра ала ма, емдей ала ма? Дұрыс айтасыз, мен оған жауап берейін қазір. Өйткені бұл жаңадан шығып жатқан штамдардың бәрі өте қауіпті. Мен қайталап айтайын. Олар тез жұққыш, сосын кейін оның жағы жұққан адамдарда оның клиникалық белгілері өте ауыр түсуде өтеді. Сондықтан біз бұрынғы жағдайдан да қиын жағдайға түсіп кетуіміз мүмкін. Сондықтан бұл жерде ең тиімді шара бұл жағы туристер баратындар немесе бір жаққа келіп осы адамдардың бәріне жағы жоспарлы түрде вакцинация жасау керек. Ол вакциналардың жағы біздің қазақстандық вакциналар емес. Сәкен мырза, өкінішке қарай даусыңыз үзіліп кетіп жатыр, байланыс. Вакцинация жасап қойса, ол жұқтырмайтын қасиет жасап береді. Организмнің жағы иммунитетін көтереді, осы штамдарға қарсы тұра алатын иммунитет қалыптасады. Осы онда біздің жағдайымыз онша қиындамайды. Дегенмен де халыққа түсіндірген жағы айту деген оның бәрі түсікті нәрсе. Әлі біздің осыған орайды қарай. Өкінішке қарай, Сәкен мырза, даусыңыз естіліп жатқан жоқ, өкінішке қарай. Енді әзірге байланыс қалыпқа келгенше, Ержан мырза, мынау енді қазір жауаптылар бір қандай да бір шара қолданып жатыр ма? Мысалы өзіңіз айттыңыз, туристер шетелден барып ПЦР сынақтан өтпей келіп жатыр, өздері ешқандай да жауапкершілікті алмайды мойындарына. Ешқандай жауапкершілік жоқ. Сондықтан да нақты бір шара бар ма, мысалы? Қандай да бір өзгеріс, заң жобасы бәлкім бірдеңе қабылданып жатқан шығар?
Жаңа ғана мен айтып кеттім, мынау мәдениет және спорт министрлігінде бүгінгі күні осы туризмге шығатын азаматтарымызға міндеттейді. Жаңа келерінде ПТР тестпен қайтып келу үшін қазіргі уақытта құжаттар даярланып жатыр. Ол құжаттар бізде ведомствоаралық комиссияның қарауына ұсынылады. Нәтижесі бойынша егер оң шешім тапқан жағдайда еліміздің азаматтары туризммен жаңа демалуға кеткен азаматтарымыз Қазақстан Республикасына міндетті түрде ПТР тестпен қайтуға міндеттеледі. Олардың яғни кері қайтатын бола ма? Қайтарында ПТР тестті жаңа туристік компаниялар толық қамтамасыз етуге міндеттейміз жақында. Шығындарды туристік компания өздері мойындарына алады. Сөйтіп сол құжат дайындалып жатыр бүгінгі күні. Осы уақытқа дейін барлығы мемлекеттік бюджеттен төленіп келеді, иә? Бүгінгі күнге дейін жалпы осы уақытқа дейін жалпы әлі де бұл құжат қабылданғанға шейін біз азаматтарды ПТР тесттен өткізуді мемлекет қаржысынан, сонымен қатар 3 тәулікке дейін жаңағы гостиницада жатуы, оған 5 мезгіл тамақты мемлекет қаржысынан төленіп жатыр. Ержан мырза, енді осы тұста сауал, қазіргі таңда қанша ақша жұмсалды, жалпы мөлшердегі осы іске қанша ақша кетті, бір жалпы ақпарат бар ма қолыңызда? Мен сізге былай айтайын, үстіміздегі өткен жылдың 6-шы қазанынан бастап бүгінгі күнге дейін елімізге 44.849 азаматтарымыз ПТР тесттің нәтижесінсіз келді. Оның соммасы бойынша ақпаратты мен сізге жеке жолдаймын. Қазіргі уақытта оны даярлап жатырмыз. Бірақ 44.849 азаматымыз ПТР тесттің нәтижесіз келіп, олардан мемлекет тарапынан біз ПТР тест алып, сонымен қатар 3 тәулік бойы карантинде ұстап, оларға толық қамтамасыз еттік. Бір адамға сол кезде қанша ақша жұмсалды? ПТР тестті тапсыру үшін шамамен 18,5 мың теңге болды, әлде 18 мың ба? Жоқ, осы бүгінгі күнге дейін ПТР тесттің сомасы 8.025 теңге болған. Бүгінгі күннен бастап ПТР тесттің сомасы 7.000 теңгеге дейін төмендеді. Бір адамға ПТР тесттен өткізу үшін бүгінгі күннен бастап 7.000 теңге жұмсалады. Оған жаңағы жатын орны мен тамағы қосылмағанда 7.000 теңге ПТР тест нәтижелерін алу. Ол азаматтар, келген азаматтарымызды біздің мамандарымыз күтіп алады, оларды зерттейді, оларды тексереді. Сонымен қатар оларды жаңағы басқа жеке көліктермен жаңағы карантиндік гостиницаларға жеткізетінде бізде шығындар мемлекет тарапынан шығындар жасалып жатыр. Өзімізде дәл қазір есептеп көрген болатынбыз. Мысалы 44.849 адам дедіңіз ғой, 8,5 мың адам болатын болса, бұл шамамен 381 миллион теңгеге жуықтайды екен. Бұл тек қана ПТР тестінсіз келген адамдардың өздеріне. Бұдан бөлек оларға жұмсалатын жаңағы қонақ үйлерде жатын тамағы, 5 мезгіл тамағы оларға жұмсалатын қаржы бар. Енді қазір әріптестеріміздің дайындаған ақпаратын көрейікші, графикадан экранда көрсетілсе, жалпы еліміз бойынша ПТР тест құны, мінекей, Мальдив аралдарында сынама тапсыру үшін $150, Түркияда $73, Египетте $60, ал елімізде қазіргі таңда Ержан мырза да айтып өтті $15, бұл бар болғаны 6.500 теңге. Бұған дейін енді Алматы қаласының бас санитар дәрігері Бекші мырза да айтқан болатын, Мальдив аралдарына жалпы шетелге шығатын азаматтардың шетелге шығуға ақшасы болса, тегі ПТР тестін тапсыруға бір $15, басқада болмаса ақшасы жоқ дегенге мен сенбеймін деп айтқан болатын. Бұл мәселемен мен де келісемін. 30 секунд уақыт, Ержан мырза, жетеді. 30 секундқа сидырсаңыз. Бұл жерде бір жаңағы ПТР тесттің нәтижесінсіз келгенімен қоймай, біздің кейбір жауапсыз азаматтарымыз жаңа карантинге жатпас үшін неше түрлі айлаға көшіп, сонымен қатар жаңағы біздің әріптестеріміз санитарлық дәрігерлерді балағаттап, не болмаса бір шу шығарып жатқан жайттер де бар. Енді бұны да біздің әр санитарлық дәрігерлеріміздің еңбегі орасан зор. Сол себепті азаматтарды да кішкене бір жауапқа
шақырсақ, өйткені әркім бір-бірін сыйлай білу керек. Жақсы түсінікті, Ержан мырза. Келгеннің нәтижесінің өзінде де өзі әркім енді кішкене сыймен қарап, ашумен не қылмай, былай айтқанда провокацияны шақырып отырады. Жауапкершілікпен қарау керек әрбір ісіне. Түсіндік, қымбатты спикерлер, рахмет. Уақыт осыменен тамам. Байланысқа қосылғандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.